Бұл құпия қызметтің ең қорқынышты түрі. Америка Құрама Штаттарының президентіне саяхат кезінде шабуыл жасалуы. Бұл люк қақпағының астында жасырылған бомба бар. Ол анықталмаған және оны қашықтан іске қосуға болады. Санаулы секундтардан кейін президент кортежі дәл осы жерден өтеді. Бірақ бұл жалғыз қауіп емес. Бірнеше блок қалғанда екінші қауіп бар. Күңгірт бөлмеде орналасқан снайпер жақында президент жүретін жол қиылысына қарап тұр. Жолдан сәл әрі қарай терезелері күңгірттеген фургон кортеж өтетін көшелерге жақын жерде тұр. Ішінде ер адам кортежге бағытталатын зымыран тасығышты дайындап жатыр. Бақытымызға орай, бұл 3 сценарий тек ойдан шығарылған, бірақ олар ақш президентінің саяхат кезінде қауіпсіз болуын қамтамасыз ететін құпия қызметтің қатаң күш-жігерін көрсетеді. Люк қақпағының астында жасалған бомбаға дейін әлі 2 минут бар. Бірінші 2 көлік жолдағы кедергілерден арылуын қамтамасыз етеді. Одан кейін сыпырушылар деп аталатын мотоциклдер тобы алдағы 2 көлікті қадағалап, ары қарай жолды тазалауға көмектеседі. Алайда олар бомбаны анықтай алмады, және президент отырған көлік бомбасы бар люкқа қарай жақындап келеді. Президент көлігі бомба бар люкқа жақындаған кезде қашықтан бомбаны іске қосатын батырманы басады. Бірақ та қашықтағы триггер жұмыс жасамайды. Ал оның себебі осы автокөліктің арқасында субурбан электрондық қарсы шарасы бар көлік. Кортеждегі техникалық жағынан ең әсерлі көліктердің бірі. Оның төбесінде антенналар кез келген бомбаны іске қосу сигналын өшіретін радиожиіліктерді шығарады. Бұл әдіс Барби кептелісі деп аталады. Ол негізінен басқа сигналдар өте алмайтын күшті шу сигналын шығаратын антенналармен жұмыс жасайды. Осылайша кортеж екінші қауіпке, терезедегі мергенге қарай кедергісіз жақындай береді. Президенттің қай көлікте екеніне ешқашан сенімді бола алмаймыз. Өйткені жолда 2 бірдей президенттік лимузин бар. Артында президенттің ең маңызды қауіпсіздік қызметкерлері мінген 2 көлік келе жатыр. Шабуыл жасалған жағдайда әрекет етуге дайын арнайы жасақ. Бұл президентті жеке құпия қызметтің агенттері орналасқан жартылай қорғаушы деп аталатын көлік. Ал оның артындағы көлік қарсы шабуыл тобы деп аталатын арнайы жасақ. Олар ауыр қаруланған агенттер, шабуылға қарсы тұра алады. Келесі басқару машинасы мен тірек машинасы. Бұл қосымша құпиялық қызмет агенттерін, президенттің маңызды қызметкерін, сондай-ақ президенттің жеке дәрігерін тасымалдайды. Дәл қазір оларға басқа қауіп төніп тұр. Өйткені кортеж снайпер барлаған қиылысқа жақындап келеді. 2 бірдей көліктің болуы снайперға қиындық тудырады. Бақытымызға орай бүгінгі лимузин мұндай снайпер шабуылға жақсы дайындалған. Оқ өткізбейтін әйнек орнатылған. Көліктің корпусы титан броньмен қорғалған. General Motors компаниясының көлігі көрнекі түрде седанды еске түсірсе де, автомобиль шын мәнінде жүк көлігі платформасы негізінде жасалған. Бұл 15 000 фунттан асатын ауыр брондалған көлікті қолдау үшін қажет болады. Интерьер кез келген химиялық шабуылға қарсы герметикалық түрде жабылған. Доңғалақтар атылған кезде де қозғалысты жалғастыра алады, ал есіктер қалыңдығы 8 дюймді. Бірақ біздің сценарийдегі ең үлкен қиындық әлі алда. Алдымызда зымыран тасығышы бар фургон көліктің төзімділігін сынауға дайындалып жатыр. Президентті тікелей қорғайтын көліктердің артында бірнеше үлкен фургондар бар. Олар биологиялық, химиялық және ядролық шабуылдарға жасап беру үшін жабдықталған қауіпті материалдарды азайту блогы орналасқан. Онда шабуылдардың салдарын тиімді емдеу үшін қажетті жабдықтар мен қызметкерлер бар. Бұл шатырдың үстіндегі антенна Road Runner деп аталады. Бұл автокөлік кортеждің ұялы байланыс торабы болып табылады. Бұл көлік спутниктік және интернеттік байланыс қамтамасыз етеді, және ол Пентагонға тікелей шифрланған ақпаратты береді. Бұл президентке жолда жүргенде қауіпсіз телефон және бейне сөйлесулерді жүргізуге мүмкіндік беретін көлік. Кортеждің артқы жағында бірдеңе бола қалса, жергілікті жедел жәрдем көлігі ілесе жүреді. Ал кортеждің аяқталуын білдіретін тыршылар деп аталатын көліктер. Артқы жақтан кортежге басқа көліктердің кірмейтініне көз жеткізетін жергілікті полиция машиналары. Осы кезде фургонмен қиылысатын жерге президенттік кортеж жақындап келеді. Бір адам фургоннан тез секіріп шығып, зымыран тасығышты тікелей президенттің көлігіне бағыттайды. Дәл осы жағдайда президенттік лимузин және электрондық қарсы көлік түтін гранаталарын іске қосады. Соның арқасында көліктер түтін ішінде жоғалып кетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар инфрақызыл түтін экраны деп аталатын элементтер жылу белгісін жасырып, зымыранның нысанға тиюіне қиындық келтіреді. Осылайша президент кортежі қауіптен қашып кетеді. Бұл кортеждегі әр көліктің өзінің арнайы тапсырмасы бар және бірге бір миссияны орындайды. Яғни президенттің А нүктесінен Б нүктесіне қауіпсіз жеткізуге мүмкіндік береді.